10 жасар Қасымның бұдан 1 жыл бұрын кәрі анасы өліп еді. Одан жарты жыл бұрын өзі туған әке-шешесі өлген. Өз әке-шешесі өлгенде Қасымның сүйенші болып қалған кәрі әжесі бар еді. Қасымның кішкентай, әлсіз басы тағдырдың бұның басына келерлік барлық соққысын түгелімен көріп шыққан. Алдыңғы өлімнен кейін жарты жыл өткенде кәрі әжесі де өліп еді. Бұрынғы бала, бұрын еркелікпен жылайтын Қасым, әжесі өлген күні шын қайғымен жылап еді. Басына аспан құлағандай уайымды сол күні көріп еді. Жақын, жанашыр туысқаны жоқ болса да, маңайындағы ел әжесінің өлігін үйден алып шығарда, кішкентай Қасым үлкейген кексе кісі айтатын зардың бәрін айтып, шешесінің үстіне жығылып, айырылғысы келмей құшақтап, «Әжетай, мені кімге тастап кеттің? Мені неге ала кетпедің, менің қаңғып қалғаным ба? Менің шынымен сорлы, шынымен жетім болғаным ба?» деп зарлағанда, елдің сай-сүйегін босатып, кәрі жастың жүрегін ерткен болатын. Қасымға өзге өліктің бәрінен әжесінің өлігі батып, әжесі дем үзілген мүйнетіне шейін қарсы алдына аяқ жағына Қасымды отырғызып қойып, содан көзін алмай жатып үзілген еді. Кәрі кеудесінен жаны шыққанша Қасымға ендігі қайғының қаншалықты ауыр болатынын біліп, бұның сорлы болған пішінін көруге өзі көзі шыдамай, есіркеп, барлық күшін жиып, езу тиіп, күлген сияқтанып жатып еді. Сонда өмірді тілесе, Қасым ержеткенше деп тілеген, құлынымның бұғанасы қатқанша рахмет Аллам, сорлы қылып қақсатпа, зарлатпа, көрде мені күңірентпе деп тілеп еді. Әжесі осы тілектің үстінде өліп еді. Қасым сол күнгі жылауынан бастап, үлкен кісідей қайғыға, қаралы күйге түсті. Шешесін жоқтап жылағанда, елжіреп сүйген атасы, өз әке-шешесі түгелімен көз алдына келіп елестеп, кешегі жылы ұяны көз алдына кеп тұрғандай болушы еді. Қасым бәрінің де атын атап шақырып, кішкене ақ таяққа сүйеніп тұрып, жалғыз өзі оңашаға кетіп, зарланып жылаушы еді. Қасым ұйықтаса, бақытқа жеткендей болып, өзін алдына алып, сүйіп, уатып, көзін сүртіп жүрген әке-шешелерін көруші еді. Бәрі де, біз тіріліп келдік, енді өлмейміз. Сен қорғансыз емессің, сен жыламайсың, сенің көз жасың бізді қайта алып келді, деуші еді. Қасым түсінде еркелеп, әжесінің төсін иіскеп, мені неге жылаттың деп өкпе айтатын. Ояна келсе, көргені түс болса да, Қасымның көңілі солардың өлгеніне көпке шейін сенбей жүрді. Белгісізден, солардан хабар әкелуші бардай, не болмаса біреуі келердей, көңіл қиялын сол ой билейді. Бірақ күндер өтті. Қасым жетім болды. Жетімдік бұған өзін барлық суық пішінінде емін-еркін танытты. Қатал тағдыр мықты қолымен қатты ұстады. Күннен күн өткен сайын әжесі келмейтін болып, алыстай бастады. Оның бейіті Ұлытаудың бөктерінде алыстаға қалды. Ауыл тау асып көшіп кетті. Әжесі тірі болған күн Қасымның көңілінен сұлу сағымдай, жазғытұрғы мамық түсті бұлттай болып, қайта оралмастай болып жоғала бастады. Әжесінің мұны уатып айтатын ертегісі, кешкі мезгілде алдына алып күпсіне орап отырып, тербетіп айтатын сезімді қоңыр әні де жоғалды. Өшті. Қасымның үмітті жарық күні де батты. Әжесі өмірден өткен соң, жақынымын деп, жаны ашыған ие болып шығып, Иса деген ағайыны Қасымды қолына алды. Қасымның әке-шешесінен 30 шақты қой, 10 шақты қара қалып еді. Исаға Қасымның малын берерде жұрт, жетімнің малына қиянат қылма,
өзін адам қыл, күт, асыра, жылатпа деп тапсырған болып беріп еді. Мен мұндай сорлы қылғандай не жазып едім? Неңді жеп едім? Жазығым қуарып қалған жетімдігім бе деп жерде жатқан үлкен тасты ала салып, төніп келіп қалған Исаны тізесінен періп жіберіп, далаға қарай қаша жөнеліп еді. Иса аузына келгенін айтып боқтап, аяғы мертігіп, бақ деп отырып қалды. Қасым сол бетімен тас лақтырып қуған балаларға жеткізбей, үлкен тауға қарай жөнеліп кеткен. Ауылға енді қайта бара алмайтынын біліп, зарлап, еңіреп, әжесі мен атасының атын атап шақырып келе жатқанда, бұрыннан ойлап жүрген бір көмескі ниеті есіне түсті. Ол ниеті ел жайлаудан қайта оралып, қыстауға таман жақындаған соң, сол қыстау маңында зираты бар әке-шешесінің басына бармақшы еді. Олардың басына мал сойып апарып, Құран оқытамын дегенде, алдында Иса мен Хадиша ұрсып, қабыл алмай малды сойғызбай қойған. Қазіргі Қасымның ойы, енді баратын қорған жоқ болғандықтан сол қораға барып, сол маңайда қалған жатақтарға жетіп, тау бөктеріндегі әке-шешесінің қасына барып, қабірін құшақтап, жылау еді. Тау асатын жолда жалғыз келе жатқан, зар еңіреген жетім бала Қасымды алып келе жатқан хал осы. Қасым жүгіре бастады. Шошынған қабақпен алдартына қарай берді. Жетім көзі белгісіз бірдеңені күткендей болады. Пайдасыз күту. Ішінен қатты қорқып келе жатса да, көзіне көрінер тірі жан жоқ. Қап-қараңғы түн болды. Қасым тау ішінде келе жатыр. Бұдан кішірек күнінде көп естіген қараңғы сырлы әңгімелер болушы еді. Түнде кездесетін жын-шайтандар, қара түнде жалмауыздар, сау адамды қағып ететін перлер. Бұлардың талай рет түн жүргіншілерін шошытқан, жындандырған, көзіне көрініп елестеген әңгімелері кішкентай Қасымның көңіліне әбден қонып, онсыз да науқасты, әлсіз қиялында мықты орын алып қалған. Бұл уақытқа шейін Қасымды қайғы, жазықсыз ашу жетелеп жетектетіп келіп еді. Бұдан бұрын қайта қайту, Исаның пішінін көруден де өлімді таңдап алатындай еді. Сол күй қорқынышты ойлатпай алып кетіп еді. Қазіргі уақытта қараңғы түннің қара желі қатайып, түн түсі суи бастаған сайын, Қасымның жүрегі қалтырап, шошынып, елеңдеп келе жатты. Оның үстіне алыстағы бұлт жиі-жиі күркіреп, күн жарқылдайды. Түнгі тау, қара жартас, алыстан перлер мекендей болып, жарқ етіп, қайта қараңғылыққа батып жоғалады. Әрбір түптің астынан қара түннің сұңғиық, суық, терең қара көздері мың-сан болып қадалып қарап тұрғандай. Тасқабақты, жұлдыз көзді түндей қара түсті қара кемпір тау үшін құйындай құтырып кезіп жүргендей. Қара желмен әпсін оқып үшкіріп тұрғандай. Түн тыныштығын ұйқылы қанатын жалпылдатып қағып ұшқан жалғыз ғана қара құс бұзады. Осы сияқты ауыр мезгілде Қасымды тау ішінде жетімдік қайғысы жан ұшыртып алып келе жатты. Бір мезгілде Қасым қорқып, дірілдеген жүрекпен маңайына жалтаңдап, әр нәрседен үркіп келе жатқанда, күн жарқ етті. Сол уақытта жол жиегіндегі бір кішкене тоғайға келіп қалған еді. Оқыста көзін жұмдырып, шошытып қалған жарықтың ішінде Қасым көз алдынан елбеңдеп жөнелген бір нәрсенің түсін шалып қалды. Шошынып, өне бойы мұздап, жүрегі лүпілдеп соғып кетті. Бұл кеткен сол тоғай ішінен шыққан жынды құс еді. Бірақ Қасымға ол көптен күткен қараңғы, сырлы, күшті қуаттың бірі болып көрінді. Сол кезде Қасымды шешесінің қабырына қарай тартқан жетім жүрек өзге денесінің іркілейін дегеніне ерік бермей ілгері дедектетіп алып жүріп кетті.
Қасым бір уақыт кісі екен деп ес көргендей болып еді, артынан шоши бастады. Жүрегі сенімсіздік қаупімен тағы лүпілдеп соқты. Ақырын жүріп, кейіндегісі келді. Бір мезгілде бетіне құтырып, ысқырып келіп ұйтқыған бір құйын соққандай болды. Жасқанып, көзін жұмды. Қайта ашса, қараңғы түнде оттай жанған алакөз ашумен түксиіп қарап тұр. Алдында тісі ақсиған, ұзын бойлы, қолында ұзын қара пышағы бар қара кісі тұр екен. Даланың жыны осы ғой деп ойлай беріп еді, анау Қасымға әмірлі дауыспен: артымнан еріп жүр. Әлсіз денеңнің шаршап талғанына қарама, аяғыңа кірген тікенге, жырған тасқа қарама, өліп қалсаң да артымнан еріп отыр деп жүріп кетті. Әлсіз жетім, ағатай, жетіммін дей бербеді. Алакөз қайта жарқ еткенде артынан жүгіріп кетті. Қасым өкпесі үзілгенше ентігіп жүгіріп отырды. Көз жына жоғалып кетті. Түн ортасы болған кезде таудың осы мөлшеріне бектерде келе жатқан 3 жігіт жетті. Бұлар аяңшыл аттардың екпінімен таста жолды тықырлатып, таудың сала-саласын бір құлап, бір өрлеп, жолды қуалап келе жатыр еді. Бір уақытта бір тоғайдың тұсына келгенде, аттары осқырып, ішін артып, тоғайға қадалып жүрмей, үркіп тұрып алды. Сонда 3 жолаушы алдарындағы ағашқа сүйеніп, жығылып, қатып тұрған баланы көрді. Басында бұлар шошып, аттары да үркіп атып кетсе де, артынан оралып, дабыстан әлгі жерге қайта келді. Бұлардың көп айқайына ешкім дыбыс бермеді. Аздан соң аттан түсіп, қасына келіп қараса, жыртық киімді, өңі құп-қу болып, қаннан айырылып жүдеген 10-11 жасар бала екен. Ол өлік, бірақ денесі әлі түгел мұздапта болған жоқ екен.